Сәлем достар, сіздермен бірге мен Маке және достар, бүгінгі видеода біз осындай жаңа жылный атмосферада бөлмемізді полный үлкен үйімізді сәндейтін боламыз, және де сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар, ал біз видеомызды бастаймыз. Және де достар, менің тамағыма, вообще даусыма мән бермеңіздер, өйткені менің тамағым ауырып тұр. Вот, қазір мен өзіме үй соғып үйіме барам, сосын үйімді соғатын боламын. Вот, мынау менің үйім. Қазір полный ішін сәндейтін боламыз. Қазір осылай мен сәндеп бастадым. Бүкіл адамдар өздерінің үйлерін сәндеп бастап жатыр екен, уже сәндеп тастаған. Сол үшін мен де осылай сәндеп бастап жатырмын. Осылай фиолетовый терезелерге осылай ілдім, потому что бір адамдар көрген кезде бәрі әдемі болып тұратындай. Бүкіл терезелерге осылай қазір ілеміз и так далее. Қазір көп елкалар қоямыз, былай айтқанда күшті қылып сәндейтін боламыз. Және де достар, жаңа жылдарымыздан құттықтаймыз сіздерді. 2026 енді достар, алдында ғана уже 2025 уже бір жыл өтіп кетті. Вот, енді осылай енді келесі жылда да 2027 деп құттықтайтындай болса күшті болатын еді достар. Енді вот мен әлі сәндеп жатырмын маяқта. Мен маяқта кішкене тезге қойып қойдым, 1,5-2-ге, сәл почти 1,5, сондай 2-ге қойдым, потому что аз жай болса сіздерге тоже қызықсыз болып кетуі мүмкін. Вот, сіздерге сол үшін мен әңгіме айтып отырмын, сіздердің іштеріңіз пыспас үшін. Және де достар, сіздер менімен бірге видеоға түскілеріңіз келсе, менің сообществоға записи деген жердегі сол жерге жазсаңыздар болады. Сол жерде мен номерімді қалдырып кеткен болатын, сояққа менің номеріме жазып менімен бірге ойнасаңыздар болады. Мен хаус ашамын, сояқта бірге осындай видеолар түсіреміз и сериалдар, историялар түсіретін боламыз. Ал енді сіздер ары қарай көре беріңіздер.
Фотостар өздеріңіз көріп тұрғандай осылай әдемі болып шықты. Маған қатты ұнады, осылай сәндеп қойдық. Басқалар да уже сәндеп қойған шығар. Мен де осылай бүкіл жерді осылай сәндеп қойдым. Енді астыңғы этажды сіздерге көрсетейін. Фотостар мына жерде де осы әдемі қылып сәндеп қойдым. Міне терезелерге осындай күшті қылып жылтырлатып іліп. Вот, енді қазір мен сіздерге сыртқа далаға шығып, үйдің полный сыртын көрсетемін. Вот. Мен үй осылай шықты енді. Сіздерге ұнады деп ойлаймын. Всем пока!